Неге құрбан шалу керек? Жауабы сені таң қалдырады. Құрбан айт келгенде көп адамның көкейінде бір сұрақ туындайды. Неге құрбан шалу керек? Бұл тек дәстүр ме, әлде терең мағынасы бар ма? Шындық мынада, құрбан шалу жай ғана мал сою емес. Бұл адамның жүрегіне, ниетіне, иманына қатысты үлкен ғибадат. Ең алдымен құрбан шалу бізге Ибрахим пайғамбардың оқиғасын еске салады. Ол Алланың әмірін орындау үшін ең жақсы көретін нәрсесін, өз ұлында құрбан етуге дайын болды. Бұл адам ақылымен түсіну қиын, бірақ иманмен сезінетін ұлы сынақ. Алла тағала оның шынайы ниетін көріп, ұлын аман қалдырды. Осы арқылы бізге үлкен сабақ қалдырды. Алла үшін ең маңыздысы сенің ниетің мен ықыласың. Бүгін біз мал шалып жүрміз, бірақ шын мәнінде біз не құрбан етіп жатырмыз? Құрбан шалу – бұл өз нәпсіңді жеңу, дүниеге деген тәуелділікті азайту, Алланы бірінші орынға қою. Адам кейде малын, ақшасын, дүниесін қатты жақсы көреді. Сол кезде құрбан шалу сол байлыққа байланып қалмаудың белгісі. Алла тағала бізден етті де, қанды да күтпейді, оған жететіні біздің тақуалығымыз. Сонда құрбан шалу не үшін керек? Біріншіден, Аллаға жақындау үшін. Бұл, я Раббым, мен сенің разылығыңды бәрінен жоғары қоямын деген амал. Екіншіден, мейірімді арттыру үшін. Құрбандық еті мұқтаж адамдарға таратылады. Бұл қоғамдағы бауырмалдықты күшейтеді. Үшіншіден, шүкіршілік үшін. Бізге берілген ризыққа алғыс білдірудің бір жолы. Төртіншіден, жүректі тәрбиелеу үшін. Құрбан шалу арқылы адам өз-өзін тәрбиелейді, сабыр үйренеді. Бірақ ең маңыздысы құрбан шалу емес, жүректегі өзгеріс. Кейбір адамдар жыл сайын құрбан шалады, бірақ мінезі өзгермейді. Жүрегі жұмсармайды. Ал кейбіреулер бір рет шалып, өмірін толық өзгертеді. Сондықтан сұрақты басқаша қой. Мен не құрбан еттім? Менің жүрегім өзгерді ме? Нағыз құрбандық сенің ішіңдегі жаман қасиеттерді құрбан ету. Тәкаппарлық, қызғаныш, ашуланшақтық, реніш. Егер сен осыны жеңсең, міне, бұл ең үлкен құрбандық. Құрбан айт, бұл тек бір күндік мереке емес. Бұл жаңа бастама. Мүмкін сен осы күнді өзгеше өткізерсің, мүмкін сен біреуге көмектесерсің, мүмкін сен біреуді кешірерсің. Сол бір кішкентай әрекет сенің тағдырыңа үлкен әсер етуі мүмкін. Өйткені Алла кішкентай жақсылықтың өзін ұмытпайды. Ол міндетті түрде саған қайтып келеді. Сондықтан бұл құрбан айтта. Шынайы ниет ет, дұға жаса, жақсылық жаса, мұқтаждарға көмектес. Сонда сен тек құрбан шалып қана қоймай, өзіңді өзгертесің. Алла баршамыздың ниетімізді қабыл етсін. Жүрегімізді тазартсын, иманымызды күшейтсін. Отбасымызға амандық, өмірімізге береке берсін. Осындай пайдалы контент үшін тіркеліп, жақындарыңмен бөліс. Айтыңыз қабыл болсын, жақсылықтарыңыз еселенсін.